Саламатсыздар ма, әріптестер, мұғалім жолдастар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Мәдина Қоңырбек қызы. Бүгін мен сіздерге тағы да бір ресурспен таныстырғым келеді. Бұл математика пәнінен мұғалімдерге арналған интерактивті құралы саймандар тақтасы деп аталады. Бұған әлбетте бірінші тіркелуден бастаймыз. Мінекей осының сілтемесін тастаймын. Бұл полипад деп жазасыздар, сол кезде шығады Google-ға. Мінекей осы сайттың оң жағына барамыз. Мынаны басамыз. Создать новый аккаунт дегенді басып жібереміз. Бұл жерде біз мұғалім деген нені таңдаймыз, бөлімін. Сосын бұған тіркелуге болады, электронды почта арқылы, Google аккаунт арқылы тіркелсеңіздер болады. Мен сол Google аккаунт арқылы тіркелемін. Google-ды басам. Мінекей Google таңдағаннан кейін өзімнің Gmail почтамды таңдаймын. Міне қазір мен тіркелдім. Тіркелген кезде осылай шығады менің суретім. Енді бұл жерде саймандар тақтасыменен танысып өтейік. Сол жағын басамыз. Немесе былай басайық. Полипадты. Интернет нашар болды. Мінекей қазір ашылды. Осылай сіздерге де ашылады. Мына полипадты басасыздар, осындай терезе ашылады. Енді бұл жерде сол жағына қараймыз. Мынаның барлығы саймандар тақтасы деп аталады. Мінекей. Мына жерде басатын болсаңыздар, бұл сіздің жасаған жұмысыңызды сақтайды осы жерде. Бұл жерде тіркелгеннен кейін көрінеді сіздерге барлық жұмыстарыңыз. Сосын осы жерде примері деп тұр ғой, осы жерге жасаған жұмысыңыз алгебраға пәніне қатысты ма, геометрияға қатысты ма, сол бойынша сақтап қойсаңыздар болады. Қарайық, мына жерде геометрияға ашатын болсақ, ішінде мінекей фигуралар бар. Осы фигураларды пайдалануыңызға болады. Осындай жұмыстар бар. Бір-екеуін көрсетейін. Мына жерде әртүрлі рамкалар да бар екен. Осыларға жазуыңызға да болады, осы жерге енгізіп текст жазуыңызға болады. Мына жерде фракция дейді, әртүрлі. Мына бізге керек қой, нағыз математикаға. Алгебраға байланысты қоятын болсаңыздар, мына жерде көптеген координаталық ось бар. Мінекей сызып дайындап отырмайсыздар, осы жерден жасауларыңызға болады. Мына жерде әртүрлі, сосын ұзындықтарға байланысты әртүрлі графикалар, диаграммалардың барлығы осы жерде бар екен. Сосын мына жердегі игры приложение деп тұр ғой, осыны басатын болсаңыздар, әртүрлі ойындар, негізі мынау нөмірге байланысты бір нелер болатын. Осыны кестеге жасап қойсаңыз, балалардың есте сақтау қабілетіне арналған бір жергілікті ойындарын ұйымдастырсаңыз да болады. Бұны жасап көргем мен басқа бір сабақтан. Одан кейін логикалық неше түрлі ойындар. Осының барлығы осы жерде пайдалана аласыз. Шахмат ойнауға да болады екен осы жерде. Әртүрлі валюталар. Мына жерде сағатты көрсетейінші сіздерге. Осы бір сағат қызық. Біз мына сағатпен былай жасағанбыз. Мына секунд несі тұр ғой, мына тілі. Осыны былай нетуге болады. Мына тілін айырбас... не ойнамайды. Көрек қана. Қазір көрсетейін, бір сағат екен. Свободное время. Міне. Мынаның бар ғой, мына ұзын тілден бәрін өстіп айырбастырсаңыз да болады. Міне, сағатты түсіндірген кезде балаларға осылай жасауға болады. Мінекей сағат неше дәл қазір. Қазір сағат нешені көрсетіп тұр деген сияқты осы сағат пайдалану болады. Енді бұл қажет болмаған жағдайда әрине тақтаның барлығын осылай белгілеп тазалайсыз өзіңіз. Мінекей домино. Бұны енді әртүрлі мақсатта, әртүрлі неге байланысты пайдалана беруге болады ғой бұнда. Мысалға, мынаны математикада 3-ке 2-ні қосқанда қанша болады? Тез жаңағыдай ойындардың несіне пайдалануға болады екен. Әртүрлі мақсатта. Доминоны көрсеттім. Конструктор вопрос дейді. Мінекей мынаны қоясыздар, мына жерге сұрақ жазуыңызға болады балаларға қатысты, сабаққа қатысты.
Енді міне мынау саймандар тақтасын өзіңіздің қалауыңызша пайдалансаңыз болады. Бүгін тіркеліп өзіңіз танысып көріңіз. Одан кейін мына жерде мынаны бассаңыз, мына жерде курс шығу керек. Мынаны басасыз ғой, мына жерден курстар шығады, қандай тағы курстар бар, сол туралы толық мәлімет ала аласыз. Мына жерде активности деп тұр ғой, мынаның барлығын ашып, балаларға ойын ретінде пайдалансаңыз болады осының барлығын. Мына жерде уроки, яғни мұғалімдердің жасаған жұмыстары барлығы бар. Осы жерде осымен танысып, өзіңізге пайдалансаңыз болады. Мынау қазір ағылшынша болып кетті, ол үшін мышканы оң жағын басып жіберіңіз. Перевести на русский баса салыңыз, сонда мінекей ауысады. Міне осындай тамаша бір сайт бар. Сіздерге көрсеттім. Өз қажеттіліктеріңізге пайдаланып, жұмыс жасап көріңіздер. Ақпарат сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Комментарий қалдырып, лүпіл басып кетулеріңізді сұраймын.